Бисмиллах. Всем доброе утро. Қазір сағат 12:35, менде сағат 1-де қосымша соған бару керек мектепке 3-ке дейін. Сосын ары қарай көреміз. Оказывается, видеоны редактировать ету онша қатты жеңіл емес екен. Уақыт керек екен оған. Мына жерде мына біреу сынып қалған. Қайша. Петропавл көктем келген. Еріп жатыр. Мына қара. Вот что значит көктем пришла. Көктемнің келген бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Саған не машиналар. Алайда, короче. Айтатын еді баяғыда. Ауа райы адамға әсер етеді. Ет жеген таза ауа. Қалай азан шықпасқа? Азанда 12:50-де. Сабақ өтті, оқушымен. Оксфордтың кітаптарының бір жақсы жері ішінде всегда бір полезный информация табуға болады. Бүгін мысалға не туралы оқыдық? Feelings, про чувства. Өзіңнің сезімдеріңді бірінші білу керексің, сосын сол сезімдермен бөлісу керек. Бөлісетін болсаң, саған жеңілірек болады. Қызық, сен өзіңнің сумкаңда не бар екен басқа біреуге айтпас бұрын сен өзің білу керексің, сенің сумкаңда не бар екен. Ну, очень интересно. Оксфордтың кітаптарының бір жақсы жері, соның ішінде ридинг бар ғой, тексттерді оқуға болады. Кәдімгідей отдельный кітап қалып, аяғыммен бүйтіп отырмын. Sorry, I'm not a professional blogger, I'm a professional teacher. Бедные дети. Енді жазып, қинап. The next day. У вас тоже воскресенье утро 12 начинается? Ветер, снег на улице. Бүгін жексенбі, воскресенье. Когда ничего не происходит, ты спишь допоздна, потом просыпаешься, потом опять спать охота, потом опять спишь. То из-за того, что слишком много спишь, у тебя голова болит. Влог жасауда оңай емес екен, особенно когда ничего не происходит. Казахи живут либо на первом, либо на пятом, нигде посередине.